Сәлем бердік, келін асханасымен бірге духовкада, яғни пеште тауықтың ақ етін филені пісірейік. Асылған ет құрғақтау болып қалады, ал духовкада піскен сочный тұз бұрышы сіңген өте дәмді болып шығады. Запеченный филе. Ең алдымен ол үшін біз бір чеснокты майдалап аламыз, тураймыз немесе пресстен өткіземіз. 1,5 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық соя тұздығын, және менде осындай оливки бар, соның дәм беру үшін, иіс беру үшін 1 капля тамызамын. 1 шай қасық тұз, шым-шым бұрыш пен жарты шай қасық паприка қостым. Енді филені жуып алдық, соны құрғатамыз, салфеткамен сүртеміз. Және осылайынан жаңағы маринатымызға сылап аламыз. Маринатты массаждап, ара-арасына бәріне кіргіземіз. Осылайынан кішкене тілімдер жасаймын. Филенің ортасына соусымыз сіңу үшін. Және 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Бетіне тарелка немесе пищевой пленка жауып. Менікі 4-5 сағаттай тұрды. Қолым босаған кезде алдым да, өстіп пештің формасына салып, астына фольга төсесеңіздер болады. 200 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісірдім. Салаттарға тура қолданатын филеміз осындай сочный, дәмді, ішінде тұзы, бұрышы бәрі сіңген, салаттың ішінде дәм беретін нәзік филеміз осы. Қарағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса лайк басыңыздар. Сіздер қалай жасайсыздар, комментарийге жазып кетіңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Етіміз құры тұрғанның өзінде суы ағып, сочный болып тұр.